Қыздар, сіздерге алдында уәде бергенімде мынандай повязканың тігуін көрсетейін. Ол үшін тура мынау сияқты басымызды өлшейміз. Алдыңғы повязкадегідей. Мысалы, мен өзімнің басым бойынша алайын. Менде 64 сантиметр. Оған 64 сантиметрге міндетті түрде 4 сантиметрді қосамыз. Өйткені бізде төбемізде тұратын бүрмеге міндетті түрде 4 сантиметр кетеді. Енін алдыңғымыздағыдай 20 сантиметрге аламыз. Және ұзындығына бас өлшеміміз өлшеп 64 болса, оған 4 сантиметрді қосып, сол жерден белгілеп кесіп аламыз. Яғни менде 64 сантиметр, оған 4 сантиметрді қоссам 68 сантиметр. Бұдан біреу емес, екеу аламыз. Өйткені екі бүрме бар, бұл повязкаде бізде. Екіншісінің өлшемінде тура ол сияқты кесіп аламыз. Сосын бұл жаңағы қара повязка сияқты жанында лентасын жасау үшін мына бір матаны алдым мен. Осыдан ұзындығын бірдей қылып, бас өлшемімізге 4 сантиметр қосылған, яғни 68 сантиметр қылып, бұдан да аламын. Бұның ені енді 5 сантиметр болады. Осы екі повязкамыздың екі жағында да болу үшін мен 4 лента кесіп аламын. Міне осылай 4 лентаны кесіп аламын. Енді осыны жеке-жеке жіктеуіне дәл осылай инелерімізбен, яғни жаңағы булавкамызбен белгілеп аламыз да тігіп шығамыз. Осылай тігіп шығамыз. Осылай екі бөлімде тұратын повязка шығу керек сізге. Ол екеуін біріктіргенде мынандай болады, және бұның артын біріктіру екенді. Оны қалай біріктіру екенін қазір көрсетемін. Дәл осы мен көрсеткен тәсілмен артын біріктіретін болсаңыз, сіздің жаңағы иненің жібі түскен тігісті, яғни көрінбейтіндей қылып шығаруға болады. Міне бірінші бір жағын бірдей қылып, бір-бірінің үстіне қаптап, инелерімізбен фиксация жасап аламыз. Осы жерден мұқият болыңыз. Енді екінші жағындағы повязканың біріншісін аламыз, тура алдыңғы бетіне қарап. Ал төртінші бөлімімізді керісінен қойып, екінші жағына қарап белгілейміз. Сонда біздің тігісіміз көрінбейді. Алдынан да, артынан да қарасаңыз, жаңағы біздің повязкамыздың тігісі көрініп тұрмайды. Ол екі бөлімнің ортасында қалып қояды. Міне осылай шықты бізде. Сіздің де қолыңыздан келеді. Міндетті түрде өзіңізге жасап тігіп көріңіз.